Әрине бұл жақсы деп өзім есептеймін, себебі білесіздер, қазір базалық мөлшерлеме елімізде 15% деңгейінде болғандықтан, екі елді банктердің, отбасы банктен басқа банктердің барлығы тіпті ипотеканы 24%-ке дейін беріп отырған жайы бар жылдық мөлшерлеме. Ол әрине қарапайым халыққа мүлдем қол жетімсіз, біріншіден. Екіншіден, ол жерде 20-20-дан асқан процентте үйді тіпті 3 есеге дейін артық процент мөлшерлемесімен береді. Бұл өте тиімсіз қарапайым халыққа. Ал енді 7% ол салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, менің ойымша қол жетімді проценттердің бірі. Себебі жаңа айтқандай базалық мөлшерлеме 15% құрап отыр. Ал мына елдегі инфляцияның деңгейі, білесіздер, өткен жылдары 18-20%-ға дейін шамамен шығып, биыл 10%-ық деңгейде тұр инфляция деңгейі. Осымен салыстырған кезде 7% әрине тиімдірек болады. Бірақ бұл жерде 7%-пен үй берген кезде бастапқы жарнасы қандай болатыны екінші мәселе болып отыр. Себебі мына мен депутаттық сауал жасаған кезде де осы әріптестерім бұрынғы журналистерге де сұхбат бергенде де мен айтатынмын. Мысалға, кім ауылдан үй алғысы келеді, бастапқы жарна мүлдем болмаса екен дейтінмін. Ал енді аудан орталықтарынан үй алғысы келе ма, бастапқы жарна 10% болу керек. Облыс орталықтары ма 20%, ал енді ірі қала Алматы, Астана ма, онда 30-50% болсын дейтінде ұсынысымды білдірген едім. Неге десеңіздер, біз қазір ренжиміз, ауылдан адамдар көп көшіп жатыр, аудандарда жағдай қарастырылмаған, жағдай жоқ деп. Шынымен де ол ауылдарда қандай да бір не жоқ, инфраструктура, жұмыс орындары жоқ, сәйкесінше табыс төмен болғандықтан жинайтын жарнада төмен болу керек. Сол кезде ғана біз мына бір ауданнан болмаса ауылдан қалаға көшу процесті де сәлде болсын тежей аламыз. Қазіргі таңда мына үкіметтен 300 миллиард ақша бөлінгелі отыр екен бұл бағдарламаға. Бірақ бұның несі әзірге белгісіз. Бастапқысы қалай болатыны, мәселе осыда. Ал дәл осы бағдарламамен кімдер баспаналы бола алады? Бұл шарттар белгілі болды ма? Шарттар әлі жасаспады, бірақ ол бірінші кезекте әлеуметтік осал топтар, одан кейін сол жастарға арналған бағдарламалардың бірі болу керек деп өзім есептеймін. Себебі жаңа айтқандай, бізде жастардың арасында шетелге көшіп кететін азаматтарымыз өте көп бірінші кезекте. Ал екіншіден әлеуметтік осал топтар деп айтып отырған себебім, білесіздер, мысалға 100 мың, 150 мың айлыққа өмір сүріп отырған азаматтарымыз өте көп. Сондықтан бірінші кезекте осы азаматтарды, осы санаттағы адамдарды үйлі ету керек деп өзім ойлаймын. Енді Дәулет аға алдыңғы жолы да тұрғын үй сарапшысымен сұхбаттасқан кезде ол кісі бір ұсыныс айтқан болатын. Жалпы бізде 7-25, 9-20-25 деген секілді бағдарламалар бар. Бірақ ол бағдарламалардың лимиті шектеулі. Ол кісінің сұранысы бойынша енді халыққа бір шектеу жоқ ипотека рәсімдеу керек дейді. Бұл қаншалықты жүзеге асалады? Сіз қалай ойлайсыз? Шектеусіз ипотека жасау. Шектеу жоқ ипотека жасау ол қиынға соғады. Білесіздер, қазір бізде бюджет тапшылығы байқалады. Бюджетте білесіздер, мұна бір жылдық шығын шамамен 24 триллион ақша дейтін болсақ, оның салықтық түсімдері 16-17 триллион деңгейінде. Қалған ақша бізде қарызға алады, болмаса ұлттық қордан алады. Әрине бюджетте артық ақша болатын болса, бұл баспаналы ету мәселесі, одан бөлек лимитсіз мәселені қолға алуға болар еді. Өкінішке қарай жаңағы базалық мөлшерлеменің көбеюі, инфляциялық қысымның, инфляциялық коридордың өсуі салдарынан бұл мемлекеттік бағдарламаларға лимит қою белгілері бар. Жаңа айтқан 7-20-25-те мысалға лимит 100 миллиард теңге бір жылға. 9-20-25-те бұл 150 миллиард ақша. Ал енді жаңадан ашылатын бағдарламаға 300 миллиард теңгейінде ақша бөлгелі отыр екен. Енді бұл да бір
серпін береді деп өзім есептеймін. Бір 15 мың азаматтың үйлі болуына ипотекамен. Одан кейін бұл жерде жаңа президент айтып өткендей жалдамалы пәтер мәселесі бар, иә. Жалдамалы пәтер нұрлы жер бағдарламасы аясында СУСН деп жатырмыз. Социально уязвимый слой, яғни жаңа айтқан халықтың әлеуметтік осал топтары бар үйдің кезегіне тұрып жалдамалы пәтер алған. Енді соларды жалдамалы пәтерді өздеріне жекешелендіру, яғни приватизация жасау мүмкіндігін қарастыратын заң жобасы жасалған еді. Ол енді шамамен жазға таман жүзеге асып қалар. Бірақ бұл жердегі мәселе сол жалдамалы пәтерді өздері сатып алатындай мүмкіндік жасалынып отыр. Одан бөлек мына жастардың жалдамалы пәтер мәселесі бар. Өкінішке қарай ол әлі шешімін тапқан жоқ. Бірақ менің де назарымда бұл мәселені мен де көтерген едім. Естеріңізде болса, жастарға берілген 29 жаста деп басталды, кейін өткен жылы 35 жас болып өзгерді, иә. Яғни 29 жасқа дейінгі беретін жастарға жалдамалы пәтерді Алматы, Астана, Шымкент қалаларында да өздеріне жекешелендіру керек. Өздеріне сол сатып алатындай, ипотекаға алатындай мүмкіндік жасау керекпіз деп мен бірнеше рет министрге де айтқан едім. Бірақ әзірге бұл мәселе өзіндік оң шешімін таппай келе жатыр. Себебі айтады, енді жастардың қол аяғы бар, өздері жұмыс жасау керек деген секілді. Ал мен тараптан менің позициямда ол әрине ол жастарға 50% жинау өте қиын бірінші кезекте отбасы банкпен алатын болса, басқа банктердің проценті өте жоғары. Екіншіден, үшіншіден ол азаматтарымыз ол жерге үйреніп қалды, балалары балабақшаға барады, мектепке барады дейтіндей. Төртіншіден, ол жерде кезінде жас отбасы болып олар бір баламен, екі баламен келсе, қазір 5 жылда олардың басым бөлігінде тағы да бір бала, екі бала дүниеге келді. Балалары кішкентай, көбінің әйелдері декретте отыр. Одан кейін дәл осы жастардың тағы да бір 5-ші мәселе, неге мен бұл үйді беру керек деп шырпыр болатыным, олардың жұмыс істейтін уақыттары дейді ғой, пандемияға сәйкес келді. Пандемияда білесіздер, қаншама адамның табысы төмендеп, тіпті айлық алмай, жұмысқа бармай, 42.500 теңгемен ғана өмір сүріп қалған кездер болды, иә. Сондықтан оларды да түсінуге болады.